1974 жылы құрылды. 1975 жылы Қазақ КСР Мәдениет министрлігі ұжымға жемісті жұмысы мен зор шығармашылық табыстары, жоғарғы орындаушылық шеберлігі және қазақ биін белсенді насихаттағаны үшін халықтық жоғарғы атағын берді. Көкшетау ансамблі тек Көкшетау қаласының ғана емес, Ақмола облысының да визит карточкасы болып табылады. Ол шынымен де халықтық ансамблі және бұл құрметті атаққа лайықты. Бұл жыл сайын әртүрлі жастағы ондаған қыздар мен ұлдар қатысатын ең тұрақты ансамбльдердің бірі. 50 жылдық жемісті жұмыс барысында ұжым жалпыға бірдей танылды. Би әуесқойларының бірнеше буыны өзгерді, ал көбісі өз ісі мен хореографияны таңдады және тек Қазақстанда ғана емес, одан тыс жерлерде де жұмыс істейді. Қазақ ұлттық өнерін насихаттай отырып, Көкшетау көптеген жақын және алыс шет елдерде республика туын көтерді. Түрлі халықаралық байқаулар мен фестивальдердің бірнеше дүркін лауреаты болып табылады. Әрине, ансамбльдің үлкен жетістігі оның жетекшілерінің тынымсыз жұмысы. Атап айтқанда, 1980 жылы қатысушы болып келген және оны 30 жылдан астам уақыт басқарып келе жатқан талантты, биге ғашық Мадина Тілеулина. Мадина Бекет қызына және ансамбльдің барлық қатысушыларына көптеген жылдар бойы шығармашылық, жасампаздық, жаңа биіктерге жетуді тілейміз. Біздің қымбатты көрерменіміз, 2024 жылы Көкшетау халықтық би ансамблі 50 жылдық мерейтойына арналған мерекелік концертке шақырады. Біздің хабарландыруларымызды қадағалаңыз және сіздерді облыстық Көкшетау мәдениет сарайында күтеміз.